Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ауызда еритін өте нәзік әрі ерекше дәмді шоколадты творогты пирогтың рецептімен бөлісемін. Үгілмелі қамыр, творогты салма және нәзік шоколадты канаш керемет үйлесімді десерт. Видеоның соңына дейін қарап бірге жазайық. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды, қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнға бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды және какаоымызды салып, үшеуін жақсылап араластырып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр етіп аламыз. Дайын болған қамырды мешокқа салып, салмамыз дайын болғанша тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бөлек ыдысқа 20% сметанамызды және творогымызды қосып, үстіне қантымызды және 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне бір ас қасық жүгері крахмалын қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Неге салмамыз дайын болды. Енді 24 немесе 26 сантиметрлік формамызға астына пергамент қағазын төсеп, жаңағы тоңазытқыштағы қамырымызды алып, қолымызбен бір текті етіп барлығын жайып шығамыз. Жайып дайындап алғаннан кейін, осындай шанышқымен ортасынан тесіп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді жаңа дайындап алған салмамызды үстінен құйып, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз пісіп шықты. Кішкене суытып, енді оның бетіне шоколадты суда ерітіп, жаңа пирогымыздың бетіне барлығын құйып аламыз. Пирогтың бетінің барлық жеріне жететіндей етіп, шоколадымызды жағып аламыз. Бетіне қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Вафельный стружка немесе орехты майдалап сеуіп, немесе мен сияқты осындай кокосовый стружкаларды сеуіп әдемілеп қойсаңыздар болады. Неге осымен біздің өте оңай, ерекше жаңа нұсқада дайын болатын шоколадты творогты пирогымыз дайын болды. Жаңа дәмді пирог қаласаңыз, осы пирогты жасап көруге кеңес беремін. Сізге ұнайды деп сенемін. Рецепт сізге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, мені қолдап қойсаңыз екен. Ас болсын, келесі дәмді рецептпен кездескенше.